Саламатсыздар балалар. Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі сабағы, 2-ші сынып қазақ тілі сабағы. Я әрпінің жазылуы. 11-ші сабақ. Я әрпінің жазылуы. Я әрпінің жазылу емлесін білемін дейді. Біз бұл жерде я әрпінің жазылу емлесін жазып үйренетін боламыз. 43-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Дене мүшелерінің таласы. Бірде дене мүшелер өзара айтысып қалыпты. Айтысты аяқ бастапты. Одан соң қол, құлақ, көз өз пайдалары туралы айтыпты. Ең соңында мұрын тұрып бұлай дейді. Адам үшін мен пайдалымын. Мен болмасам, адам иісті сезе алмас еді. Сол кезде адам бәрін ортаға шақырып бұлай депті. Босқа дауласпаңдар. Адам үшін бәріңнің де пайдаларың бар. Аяқ болмаса адам баратын жеріне жете алар ма еді? Қол болмаса адам тамақ ішіп әр түрлі жұмыстар атқарар ма еді? Құлақ, көз және мұрын болмаса адам естіп көріп және ауа жұтып иісті сезе алар ма еді? Бәрің де адамға керексіңдер, бір-біріңді сыйлап өмір сүріңдер дейді. Енді мәтін мазмұны бойынша өз сөзімен айтып көр дейді. Адамға барлық нәрсе қажет, дене мүшелерінің аяқ болсын, қол болсын, құлақ болсын, көз болсын, барлығын өзінің атқаратын жұмыстары бар, қызметтері бар. Егер соның біреу болмаса, адамға ешқандай нені істей алмайды, жұмысын жасай алмайды. Көз, құлақ, аяқ деп, не деп таласқан өзің айтып көр дейді. Енді бір-біріне, мысалы, мен адамға өте қажетпін деп өз-өзіне айтқан, мысалы, дене мүшелер. Енді аяқ сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Неше әріп, неше дыбыс бар дейді. Аяқ деген сөзде негізі 3 әріп бар. А әрпі, Я әрпі және Қ әрпі, Ал дыбысқа келетін болсақ, бұл жерде 4 дыбыс бар. Өйткені бір дыбыс Я дегеніміздің өзі И мен А әрпін береді, Мысалы, мына И мен А әрпін береді ғой, Я. Сондықтан 2 дыбыс есептеледі. Соңында Қ болады, сонымен 4 дыбыс болады. Аяқ деген сөзде 3 әріп және 4 дыбыс бар екен. Келесі 44-ші жаттығу. Әр сұрақтың жауабын тауып сәйкестендір дейді. 2 көзің не үшін керек? 2 қолың не үшін керек? Құлақ деген не үшін керек? Ал аяғың не үшін керек дейді. 2 көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін керек. Ал 2 қолың не үшін керек? 2 қолың елге көмек беру үшін. Осын жазамыз. Ал құлақ деген не үшін керек? Құлақ ақыл кеңес тыңдау үшін. Ал аяғың не үшін қажет? Аяғың туған жерге қайту үшін қажет екен. Барлығын сызба бойынша жазып қойдым, соның тұсына жазатын боламыз. Сөзде Я дыбыстары естілгенмен жазуында олардың орнына Я әрпі жазылады. Мысалы, Мая, Сая, Таяқ. Я әрпі болып естілгенмен, бірақ олар оны бір бүтін Я әрпі деп аламыз. Осылай Я әрпі пайда болады екен. И мен А әрпінен Я әрпі пайда болады екен. Мая, Сая, Таяқ деген сөздер мысал болады. Енді келесі 45-ші жаттығуымызда сөйлемдерді көркем жаз. Балқия тісін жуды. Бұны әдемілеп дәптерге көшіріп аламыз. Жазу дәптерге. Оның тісі тазарды. Інісі Аянның тісі ауырды. Я әрпі бар сөздер тап. Я әрпі бар сөздер Аянның және Балқия деген сөзде. Я әрпі қай дыбыстардың орнына жазылып тұрғанын парталасыңа дәлелдеп бер дейді. Я әрпі қай дыбыстардың орнына жазылып тұрған? Аян деген сөзде Я әрпі жазылып тұр және Балқия деген сөзде Я әрпі жазылып тұр. Мынау Балқия деген сөзде дауысты дыбыстан кейін және Аян деген кезде дауысты дыбыстан кейін Я әрпі жазылып тұр. Аянның тісі неге ауырды? Сен тісіңді немен тазалайсың дейді. Негізі балалардың көбісі кішкене кезінде тәтті жегеннен, мұздай жегеннен тістері ауырады. Аянның тісі мүмкін тәтті көп жеп қойған шығар. Сен тісіңді немен тазалайсың? Тістеріңді немен тазалайтын жазып өтесіздер. Мысалы, үйде тұрған зубная паста болады,
тіс тазалайтын құралмен тазалаймыз, щеткамен. Күнделікті таңертең тұрған кезде тістеріңізді тазалап жуып жүруге әдеттеніңіздер. Келесі 46-шы жаттығу. Берілген әріптер қатарында жасырынған сөздерді тауып оқы дейді. Мысалы, бірінші қатарда лаш, аян деп. Мысалы, рецізия, ла өшіріледі және мысықыру өшіріледі. Сол кезде бізге шаян деген сөз қалады екен. Келесі қатарда тұяқ және мына жағы өшіріледі, тұяқ деген сөз қалады екен. Үшіншісі дромаялдама дейді. Аялдама деген сөз келеді. Дром деген бұл керек емес сөздер. Төртіншісі қатарда абылы-қияр скон дейді. Бұл жерде қияр деген сөз. Абылы деген әріптер қажет емес, скон деген бұл жерде қияр деген сөз қалады. Ал бесінші қатарда сия шылқа дейді. Шылқа деген өшіріледі және мен өшіріледі. Сонда әсия деген сөз қалады екен. Тапқан сөздердің бәріне ортақ әріптің айтылуы мен жазылуында қандай өзгеріс барын айт дейді. Ортақ әріпті бұл жерде я әрпі, тұяқ деген сөзде я әрпі, шаян деген сөзде я әрпі, аялдама деген сөзде я әрпі бар. Бұл я әрпінің барлығында кездесуі. Енді біз сол сөздермен 5 сөйлем құрап жаз дейді. Мысалы, 5 сөйлем құрайтын болсақ, мына жерге екінші қатарға жазсақ болады. Мысалы, шаян қауіпті, жәндік, жәндік. Одан кейін тұяқ. Малдың тұяғы бар, тұяғы бар. Және кейінгі сөйлем аялдамада сумкам қалды. Заттарыңыз қалып қойды ғой, аялдама деген ол автобус аялдамасы. Аялдамада сумка қалды. Қияр. Мен қиярды жақсы көрем десеңіздер болады. Жақсы көремін. Одан кейін ең соңғы сөйлемге Асия мектепке барды деп осылай сөйлем құрастырсаңыздар болады екен. Сіздер де осы сияқты өздеріңіз сөйлем құрап жазсаңыздар болады, қалауларыңыз бойынша. Енді мен осылай мысал көрсеттім осы сөздерге сөйлемдерді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау темесін басып қойыңыздар. Менің каналымда 2-ші және 3-ші сыныпқа арналған қазақ тілі және математика сабақтары жүргізіледі. Сау сәлеметте болыңыздар.